Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін лагман жасадым, рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге картошка, сәбіз және де ет, пияз керек. Осылай барлығын төрт бұрыштап турап аламыз. Ал пиязды жарты домалақ етіп турап, қыздырған майымызға салып, осылай қызартып қуырып аламыз. Қатты күйдіріп жібермеңіздер, тек қызарса болды. Үстіне етіміз бен сәбізімізді салып тағы да қуыратын боламыз. Оның үстіне қабығын ашып, помидор, 2 үлкен помидорды осылай төрт бұрыштап турап салып тағы да қуырамын. Помидорды томаттың орнына қолдандым. Егерде томат болса, томат қоссаңыздар да болады. Үстіне суымызды құйып, осы картошкамызды салып қайнататын боламыз. Енді жарты сағат қайнағаннан кейін піскен-піспеген осылай тексереміз. Егер картошкаларыңыз езіліп тұрған болса, онда піскен деген сөз. Осылай бөлек ыдысымызға құйып алып, жаңа қазанымызды жумай жатып, сол қазанның үстіне суымызды құямыз. Мен қайнап тұрған суды қолдандым. Тез қайнасын деп, өйткені уақыт жоқ. Осылай тұзын қосып, мен дайын қамырды қолдандым. Дайын қамырды осылай салдым. Және де оны 5 және 7 минут аралығында қайнаттым. Одан көп қайнатып жібермеңіздер, езіліп кетеді қамырларыңыз. Осылай қамырым қайнады 5 минут. Осылай көтеріп көреміз. Міне су сулап тұр. Және де одан ары қарай қазір судан шығарған кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін осы қамырларымызды мұздай суға салып аламыз. Міне мен қазаннан мұздай суға ауыстырып жатырмын. Осылай мұздай суға араластырып аламын да, таза легеніме осылай қамырларымды түсіремін. Қараңыздаршы, міне су сулап бір-біріне жабыспай тұр. Ыдысымызға осылай қамырымызды салып, үстіне подливан құйып, үстіне жаңа көк мөгімізді салып, дастарханға ұсынатын боламыз. Ас болсын.